Құтпаларда кейде айтылады, намаз оқымайтын адам кәпір деп. Бұл жерде Мекке мен Мәдинаға иелік ету тура жолда. тура жолда деген мағынаны білдірмейді. Себебі ол ережені қабылдасақ, ол кезде біз карматтар о жерге иелік етті, олардың ақидасы ақтау керекпіз. Мағына кез келген басқа бәрін ақта. Мұқтазила дедіңіз баған. Кезінде болды ғой енді Мұқтазиланың билік құрған кездері. Солардың бәрін ақтауға тура келеді. Сондықтан бұл жерде дәулет деген нәрсе өзі айналып тұратын нәрсе ғой. О жерге иелік еткен көптеген күштер болды, көптеген биліктер болды, мемлекеттер болды. Жерге иелік ету о жердің ақидасын ақтамайды. Бұл бірінші. Біздің қаржылар осыны түсінбейді. Мына жерде мына жасап отыр ғой Мекке, Мәдинада. Жоқ, бұл жерде жерге иелік ету, Мекке мешітіне иелік ету, Мәдина мешітіне иелік ету ақиданы ақтамайды. Бұл бірінші проблема. Бұны қаржылар білу керек. Яғни о жердегі айтылған бүкіл жергілікті уағызшылар бізге дәстүрлі деп есептелмейді. Мысалға о жерде құтпаларда кейде айтылады, намаз оқымайтын адам кәпір деп ашық айтылады. Енді ол біздің Ханафи мазхабында ондай ұстаным жоқ. Біздің мазхабымызда ондай адам пасық. Бірақ діннен шығып кетпейді ол. Мұсылман болып қалады. Көрдіңіз бе? О жақтағы беріліп жатқан пәтуаның бәрі кәпір деп есептейді.